21 ноябрь 25 жыл. Мен Қорманов Емберген, Павлодар облысы Ақсу тұрғыны. Мен бүгін тағы дүкеннің алдына. Бұл менде жұмыс орным сияқты. Күнде келем, өткен жыл күзден бастап. Соған 4 диктатор жеңіл құрбанына көмектесті деген. Елмен әкетті. Желтоқсан жамай деген. Бұны мен алдында өткенде қорғышылай білген маңдалы рахмет оларға. Сол қайшыланған басқан алған жолды. Алдында айтқандай Арнұқ Қашық алдап кіріп тұқты. Зада өзіне Ақтоғай ауданының әкімі қызмет сатып алды. Қазір қызметтер бәрі сатылады ғой. Әтләқ бәкіріне тоғынбаған. Өзім оны акимат құрмастырған. Маршрут тартылды. Әтшеме Күргілге жолаушыларды ашырған. Күргіл деген сақпазыға. 2 жұма ремонт тұрып қалғаным сол үшін маршрут тартып алды. Даже туыстардың өздері де қандай болмаған дейді, саған болсын оны сен жұмыс тартып алды дейді. Алдыңғы жыл машина алып қойды. Біле жүргізіп көлік заңсыз арест тұрған. Судья Ишанов пәтер тартып алу үшін кепілдік тұрған пәтер тартып алу үшін арест қойып жүргізіп көлікке. Алдында айтқанда мен оны түсіндіріп айтқанда күніне 15 мың теңге қалай табатынын бәрін түсіндіріп айттым. Қазір соның кесінен 22.500 жоғалтып күн сайын. Қайет барам жігіттер, ояныңдар. Бейбітшерге шығыңдар. Мен сіздеріне. Мені келесі бейбітшердің алдында 100% гарантия берем. Назарбаев құлдар тағы қамайды. Бейбітшерге шықпасын деп. Мен оларды балағаттаймын, доғау сөзбен. Судьяны бәрін. Олар біздің құқығымызды қорғамайды. Олар Назарбаевтың құлдары. Конституция бойынша біз бәріміз бейбітшерге шығамыз неміз. Міндетті емес біз. Қалай үшін. Заң бар бізде конституция шығуға. Бейбітшерге шығуға. Олар 19 жылы декабрь айынан бастап уже 20 рет қамаған шарыққа бейбітшердің алдында. Бір-екі күн қалғанда қамайды. Алдында айтқандай тағы да ашық жариялаймын. Өткен жылы 14 тәулік ашықта болдым. Сол үшін бірге отырған жігіттермен осы 2 рет ұрысып қалдым. 15 тәулікте болмай передачаны жегізді. Бұл олар емес біздің танақ деп. Қайтпайым жігіттер, ояндар. Осы видеоға пікір жазыңдар, таратыңдар осы видеоны. Ал уақытта аяқ қалды енді.